Негізі өзімізге бабочкамен укол салған өте қиын болып келеді. Бірақ енді үйіңізде ешкім болмаған жағдайда өзіңізге укол салу керек болған кезде жалпы салып үйреніп алсаңыздар болады. Жгутты өзіңізге ыңғайлы етіп 4 саусақ жоғары көлемінде саласыздар. Ол жерді мақтамен жақсылап сүртіп тазалау керек. Бірінші жалпы аймақты, одан соң имені салатын жеріңізді тазалайсыздар. Бабочканы де инесін басын жоғары қарай ұстаймыз. Одан соң сол тамырдың бағытына қарай жақсылап бағыттап салатын боламыз. Міндетті түрде астында жастықша тұрып, шынтақтың түгелдей жазық болғандығын тексеру керек. Және де пациенттің қолын жақсылап ашып жұмыс жасатуын сұраймыз. Бабочканы салып болған кезде ол осылай қозғалып кетеді. Сол үшін де осы жерге бірден лейкопластырды жабыстырып алған дұрыс. Ол басқа адамға салсаңыз да, өзіңізге салсаңыз да, чтобы сізге ыңғайлы болу үшін. Мына жерде бабочканы салған кезде қарасаңыздар, бірден қан көрінді. Қан көрінген бойда все, лейкопластырыңызды жақсылап жабыстырып алыңыз. Одан соң міндетті түрде жгутикті шешіп тастау керек. Одан соң пациенттің қолын жіберуін сұрайсыздар и осы жерде жайлап дәрілеріңізді жіберетін боласыздар. Дәрілерді жіберу барысында өте абай болу керек, смотря сіз қандай дәрі салып жатсыз. Жай жіберетін дәрі бар, нормально жіберетін витаминдер, әртүрлі дәрілер бар. Соларға байланысты қарауларыңыз керек болады. Алып тастап жатқан кезде бірінші жайлап лейкопластырды шешесіздер и одан соң мақталарыңызды қойып и все, лейкопластырыңызды жабыстырып, қолын бүгін міндетті түрде сұрау керек. Қолын кемінде 3-5 минут көлемінде бүксін, болмаса